Gel Dören, çayındayın. Otur. Dören, bugün ertelep gelesің ба? Кешке сені жақсы көретін мантымды дайындап қоямын. Жұмыстарым көп мен бүгін. Манты істеп әуре болмай қой. Сағат нешелерде келесің? Мен сені күтіп отыра тұрам. Сен келген соң тамақты бірге ішеміз. Қарның тойдырып келмеш, отбасы ұқсап, бір дастарханда аш ішпегелі қашан. Айтып отырмын осыған жұмыстарым көп деп. Сен мантың жейін деп мен кешке шейін аш жүрейін ба? Бопты, мен кеттім. Дәурен, жолың болсын. Ала, қалайсың Ажыл? Жақсы Дәурен. Өзің қалайсың? Не болып келе жатсың ба? Болсайшы тез, адам күтіп отыр ғой. Қазір жарты саатта барып қалам. Ой, жарты сағат дейсің. Ертерек тұрсаң қайтеді, басың қазандай ұйықтай бердің. Не болмаса арай қайтып қоймайсың ма таңертең ерте оят деп. Ой, қарындасың мен үнеткен мағос болса не қыл дейсің енді? Бір айтқан сөз ұқпайтын адамға айттың не айтпадың не бәрібір емес пе? Жарайды, ұйқы бастадың, менің қарындасым кінәлемес жарайды. Оны кінәламай ақ қойшы, жетші тез бол. Ал, келісімге қол жеткізген құтты болсын. Енді барымыз салып жұмыс жасауымыз керек. Егер компанияның риза болатын болса, жұмысымыз алға басқаны деп ойлаймын. Қалай жалпы келісім шарт көңілмен шықты ма? Енді жоқтан бар ғой. Бірақ баға жағын кішкене көтеру керек еді. Сен осы адаммен ақылдаспай өзің шешім қабылдап қоясың да. Ой, ақылдасатын болсаң қайда жүрсің? 2 айдан бері осы тірлікпен айналысып жүрміз ғой. Адамдарға да өзім бардым. Өзім жүгірдім. Ананы да өзім таптым. Сені досым, әрі күйеу болам деп шаршамай ақ қойсыншы деп. Не қылдың, міндет қылатсың ба не? Айда қуанбайсың ба менде күйеу бала барын? Ой, бой, сенде күйеу бала барына қуаныштым, төбем көкке жетіп тұр, оны мойындап та қойғанбыз. Егер білсеңіз. Вот, солай болсын. Жарайды, Ақжол. Мен біреумен кездесуім бар. Түскі астың уақыты келді. Түскі ас ішіп кетіп бірге. Басқа жол. Біреумен кездесуім бар. Ақма, жолығамыз.
Қайсың жаным? Көп қалды ма? А? Кешірші жұмыстардан шығамай кеттің. Ә? Тағы ренжіп қалдың ба? Ал жарайды, мақұл. Айыбымды өтеу үшін не істейін? Айтшы, не алып берейін? Ай болса ай, күн болса күн. Айтшы. Қалағанды алып бер. Қалағанды ма? Қалағанды. Жарайды. Кеттік онда. Кеттік па? Қайда барамыз? Оны өзім айтам. Ә? Анашым қайдан келе жас? Дүкенге барған. Не көтеріп жүрсіз, зілдей қып? Айтпайсыз ба, өзім әкеп беретінім о? Үйге керек заттарды алып, дүкеннен келе тұрайын. Бұдан кейін керек заттар болмаса, маған айтыңыз. Не болмаса, звондаңыз. Зіл. Өзім әкеп берем ғой. Зілдей қып, екі сумканы бірдей көтеріп алыпсыз. Зілдей түгі де жоқ. Несі зілдей оны? Бұдан кейін маған айтыңыз. Өзім әкеп берем. Болды, жарайды, айтам. Қарның ашты ма? Қарным ашты. Өлейін деп отырмын аштан. Тәтті тамағыңызды дайындап беріңізші. Қолыңды жу да дастарханға отыр. Жарайды, анашым. Анашым, рахмет. Тамағыңыз өте керемет дәмді болыпты. Ас болсын, балам. Қалай жұмыстарың? Алға жүрейін деді ма? Шүкір. Жұмысымыз алға ілгерілеп, жақсы жүріп жатқан жағдай бар. Дәурен қалай? Жүр ғой, Дәурен. Жұмысқа кеп жүр ма? Жұмысқа келеді, айтқаным істеп жүр. Аман болсын жәйтеуір. Со балаға өзің бас көз бош. Жалғыз қарындасыңның күйеуі, әрі өзің досың. Несіне ойындайсың оның, анашым? Жұмысын атқарып, баратын жерге барып, келетін жерде келіп жүр. Не айтпақшы, араймен хабарластыңыз ба? 2-3 күн алдын хабарласқан. Жақсы ма екен жағдайлар? Жақсымын деді ғой.
Кімге де айтқам, Дәуренге де айтқам, үйге келіңдер, шай ішіп кетіңдер деп. Бір отбасы болып отырып әңгімелесейік деп. Сөйтсем, жұмысымыз көп, ары бер. Не жұмыс істей беретіндерін қайдам енді олардың. Балам, тірі адам тіршілігі бітуші ме еді. Қолдары тимей жатқан шығар. Қолдары тисе келер. Оның үстіне арайды білесің ғой. Төркінге келе бергенді қаламайды. Онысы да бар. Мен болдым, анашым. Рахмет, мен сыртқа шығып келейін, Дәурен, келдің ба? Жоқ, елеспін ғой. Көріпсің ғой? Тамақ жейсің ба? Айттым ғой мен саған, тойып келейім деп. Дәурен, мынау не? Мен қайдан білейін не екен? Дәурен, мынау не деймін? Көріпсің ғой не екен? Дәурен, сонда сен... Немен? Немен? Маған... Ей! Ұятсыз. Ей! Ей! Сен неме айтқан тыңдамайтын боласың ба не, а? Жүк қой мұнан, жүк қой мұнан. Түсіндің ба? Шак. Ажыл? Анау сенің күйеу балаң емес па? Тапа-тал істе басқа біреумен жүргенін қалай еді? Слушай. Дәурен. Дәурен, бұны қалай түсінуге болады? Жай танысым ғой негізі. Жай танысың болса осылай тапа-тал істе қол ұстасып жүре бересің ба не? Не болыпты? Қалай не болды? Сен сонда осы жүрісің дұрыс деп санап тұрсың ба? Ақжол, қайнаған болсаң да айтайын, еркексің ғой, түсінесің ғой. Не болды деп тұрсың сен? Менің қарындасым саған. Ойыншық па не? Сен Дәурен деген сайын басыңды көтере берме аспанға.
Ұқтың да балам? Ақжол, сен ана бедеу қарындасыңа бар ғой? Бай болып жүрген рахмет ете сен маған. Бең, мал кетіп тұрсың. Аты қолыңды. Өтірік пе не? Ақжол, сен әрине кешір. Бұл мен арасатын тілік емес шығар. Бірақ мынауын құдайын ұмытайын депті. Орнына қойып ұстау керек, бұл да сүмелек деп. Бұл бірінші рет емес қой, Талғат. Қазір мен бұны сазайын беретін болсам, Баратта қарындасынан аладағысын. Қарындасын акет қалмайсың ба? Жер жатқан бауырың көп па не? Оны да көрін. Көнбесе қайтем. Оның үстіне кеуден қайтып келген деп сендерді де жерге қарақтың келмейді. Көнбейді ғой, қайтем енді. Дәурен, жаңағы кім? Қайнағым ғой. Сүйіктімнің ағасы десейші. Сен осылай екеуімен басын бірге ұстап жүре бермексің бе? Таңда не мен, не ол. Мен біреудің екіншісі болып жүре беретіндей жерге қара қалған қыз емеспін. Самал, сәл шыдашы. Мен оның өзім кеткенін күтіп жүрмін. Ол күн де алыс емес. Байқадым. Мен де аққудан айырылып қалып жүрме. Осылай отыра береміз ба? Не істейміз? Білмеймін. Ойлап тапсаң өзің, жігіт деген атым бар ғой. Кеттік онда. Қайда? Барған соң көресің. Ау, мам. Қалайсыздар? Жақсы қызым, өздерің қалайсыңдар? Жақсы, мам. Дәурен қалай? Дәурен жақсы, жұмысқа кеткен. Мам, сіз сағынып кеттім. Сағынсаң келмейсіңдер ме енді? Келмегендеріңе де біраз болыпты. Мам, мен де барғым-ақ келеді. Бірақ үйдің күйбең тіршіліктерінен шыға алмай кетеміз ғой. Дәуреннің жуылатын киімдері бар, үтіктейміз, тамағын дайындаймыз. Әйтеуір шыға алмаймыз ғой үйден. Мейлі қызым, күйеуіңнің айтқанын істеп, разылығын алып жүрсең болыпты. Мам, өзіңіз келіп кетсеңізші, қонақ болып кетесіз. Ойбу, қызым, мен қайдан барам? Ағаң жағдайын кім жасайды? Тамағы бар, оның киімін жуым керек. Ой, мам, сіз де 30-ға келген балаңызды әлі еркелетіп жүрсіз ба? Сендер 50-ге келсеңдер де, 60-ға келсеңдер де маған баласыңдар ғой. Мам, ол үйленем демей ма? Қашанғы бойдақ болып жүрмекші? Келін алып, қолыңыз ұзарып, келін жұмсайтын уақытыңыз болды ғой. Алла қаласа, сәтін салса, ол күнге де жетеміз, қызым. Жарайды, анашым. Анашым, Дәуренде жұмыстан келетін уақытысы болып қалды. Сізге кейінірек хабарласайын, я? Ренжімеңізші? Сүйдім, анашым, бетіңізден. Жарайды, қызым. Жақсы.
ана бедеу қарындасыңа ше бай болып жүргеніме рахмет айтсайсың ғой. Малым, не деп тұрсың сен? Артығы болды. Өтірік па не? Келдің ба, балам? Я, келдім, анашым. Тыныштық па, көңіл күйің жоқ қой. Тыныштық, сол жұмыстар көбейіп. Барып киіміңді ауыстырып, қолың жуып тамақ отыр. Сосын жатып демал. Оның үстінде күн өсіп кетті ғой бүгін. Содан да мазаң болмай отырған шығар. Я, мүмкін, анашым. Оның үстіне тәбетім де болмай отыр. Мен барып жатып демала берейінші. Ең болмаса айран құйып берейін, айран ішіп басташы. Жоқ, рахмет, анашым. Рахмет. Дәурен, тамақ жейсің ба? Жоқ, тойып келдім мен. Ең болмағанда шай ішші, сен күтіп отырмын ғой. Саған соңғы кездері не болып жүр? Көңіл күйің болмай жүр ғой. Не болып жүр саған? Нормально. Дәурен, шыныңды айтшы. Сенің біреуің бар ма? Не қылды? Қалай не қалды? Соңғы кездері отбасыға көңіл бөлуді доғардың. Ерлі зайыпты болып, арқа-жарқа болып күліп жүруді де ұмытқалы қашан. Өткендегі көйлегіңдегі тақанау. Егер біреуің болса, өтінем шыныңды айтшы. Не қылайын деп ең біреуім бар болса? Ажырасасың ба? А? Сен сияқты бала туа алмайтын әйелге бай болып жүргеніме рахмет айт. Дәурен, сен неге мені ғана кінәлай бересің? Бала туа алмайсың дейсің. Кінә сенен де бар, түсінесің ба? Дәрігерге барып көрінгем. Нәтижесін саған да көрсеттім. Мән беріп қарағанда жоқсың ғой, Дәурен. Саған да емделу керек, неге түсінбейсің? Аузың жабе! Тілің шығайын деп тұр сенің, ә? Сәлем, Арыстан, қалайсың? Бүгін берген әденді ұмыт кетпе. Есіңде ма? Дүкен ұрлатам дегенсің. Күтіп жатырмын. Тезірек кел. Әйтпесе ренжіп қалам. Көріскенше, сөйтіп. Не болды? Біреу өлді ма? Сәлем, Арыстан, қалайсың? Бүгін берген әденді ұмыт кетпе. Есіңде ма? Дүкен ұрлатам дегенсің. Сен де мен телефонымды қарайтын болғасың ба уже? А? Ей!
қазір жолдан қарындасым үйіне кіріп шығайық. Жаңа анашым бір-екі зат бер жеген еді. Соны тастап шықсақ. Асықса емес жазды. Жоқ, досым, асығыс емессің. Тек анау заказ бергенде күтіп қалмаса болды. Күтіп қалмайды. Кірем де шығам ғой. Жарайды онда. Кірсек кіріп шығайық. Қалайсың бүгін? Жақсы, өзің қалайсың? Шүкір ақырындап. Не болды? Жұмысқа шықпай жүрсің, шаршап қалдың ба не? Жоға, мазам болмай кішкене ауырып қалдым. Тыныштық па, не ауыру? Су таппағам-ау деймін. Иә, кір үйге. Арай үйде ме еді? Жол жаңа дәрігерге ме біреуге көрінем деп кетті ғой. Арай болмаса кірмейсің ба не? Жүр. Жоқ, рахмет. Жаңа анашым бір-екі зат бер жеген ғой. Соны тастап кетсем ба деп соққам. Ақыласашы, жарай ма? Жарайды. Тығыз шаруалар бар еді. Жақсы. Жақсы. Арайға сәлем айт. Айтайын. Жұмысқа қашан шығасың? Емделіп алайын да шығам бол. Сенен мұндайды күтпедің, Фара. Қой дейтін ақшаңды қойылды. Бірақ сенің бұл түрлігін түсінбедім. Үлкен адамдардың алдында ұятқа қалдырдың. Бұны қалай түсіндіресің? Макс, мені білесің ғой. Бірінші рет жұмыс істеп атқан жоқпыз. Сені осы күнге дейін жерге қаратқан кезім болған жоқ. Сен осы күнге дейін емес. Маған дәл қазіргі уақыттағы жұмысты айтқын. Дәл қазір сен мен жерге қаратып тұрсың. Ақша қойылды. Бәде етілген товар жоқ. Осыған жауап бер. Иә, түсініп тұрмын. Менде барлығын орнына қою үшін қанша уақыт бар? 2 күн. Жарайды, түсіндім. 2 күннің ішінде бәрін реттеймін. Маған сене бер, Макс. Саған сенемін. Сеніп те келгем. Егер тағы да жерге қарататын болсаң, маған ренжімегін. Бұл бизнес, өзің білесің. Бизнеста дос, бауыр болмайды. Иә, білем. 2 күн маған жеткілікті. Болды, көрейік. Короче, анау алаяқты жердің астынан болсын тауып алып келіңдер. Ұқтыңдар ма? Қалайсың, Отыр.
Қайда? Қайда деп менен сұрап тұрсың ба сен? Отыр машинаға. Жүр. Ал досым, 2 ай бойы жасаған жұмысымыздың нәтижесін көрдік ау әйтеуір. Дұрыс айтасың. Енді бұны атап өту керек қой досым. Жүрсейші бір демалайық. Арқан кеңге салып отпа қалды біраз болды досым. Жүрсейші. Алғат, шынын айтсам, көңіл күйім онша болмайды. Отырыс кеңге қалдырып мен үйге қайта берсем. Не болып қалды? Тыныштық па досым? Оның үстінде үйде анашым да жалғыз еді. Жарайды онда. Мен қайта берсем. Ренжімес жолғамыз ғой, Жарайды онда досым. Алло, жаным. Көктегі күнім, ботаққаным. Бүгін саған жігітің керемет кешін достайын деп тұр. Бол, жарайды ән. Дайындалшы қазір барам саған. Бол, күт мені, қарашы. Барам, давай. Уәде қайда? Фарамен әрекет жасаватым. Кішкене күте тұру керек болып тұр. Менде күтетін уақыт жоқ. Ертең дәл осы уақытта товарды қойып бересің. Болмаса ақшаны процентімен қайтарасың. Түсіндің ба? Солай, Дәуренчик. Ертең дәл осы уақытта. Кет бар жоғал. Ақжол бауырым қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Жақсы, Мәке. Рахмет, өзіңіз қалайсыз? Өткендегі менің компаниямның ұсынған бизнес жоспары не болды? Дайын ба? Жасап жатырмыз ғой, Мәке. Құдай қаласа, келесі апта дайын болып қалады. Келесі апта дейсің ба? Жарайсың. Осы сен менің компанияма жұмысқа келсейші, өзің сияқты білім жігіттер керек маған. Қалай қарайсың? Енді ойланып көрейін, Мәке. Ойлан. Егісі келген дұрыс, өгінбейсің. Мен кез келген адамға айта бермеймін мұндай ұсынысты. Білем ғой, Мәке. Білсең сол. Абай, ойланатын болсаң, тез ойлан. Болды, Мәке. Ойланам. Ал бизнес жоспарыңызды алдағы аптада алдыңызға апарам. Ешқандай уайымдамаңыз. Уайымдайтын адам тапқан екенсің. Жарайды. Күтем келесі апта.
Ақжол қалайсың? Қайдасың? Үйдем. Мамаш күйде ма? Иә, үйде. Тыныштық па, не болды? Ақжол, жолығу керек болып тұр ғой. Бәй, енді келсе үйге жолы керек болады маса. Жоқ, үйде болмайды. Мен бір адрес айтам, сол жаққа келе аласың ба? Тағы не білдірдің сен? Келген соң айтам. Жарайды, қай жерге? Солай да, Дәурен. Осы сен неге маңдайыңа тимейді осындай нәрселер? Қолыңнан келмейтін нәрсеге нең бар ойда бер? Енді мен де біреуге сеніп қалдым ғой. Қайдан білейін? Енді сен сұрап отқан ақшаға мендегі қаражат жетпейді. Қалған қақтың тауып берем. Ақжол, өтініш сенен. Сен ғана тауып бере аласың маған. Басқа сұрайтын ешкімім жоқ. Алло, Талғат. Қалайсың? Сенде қанша ақша бар? Жоқ, үйленейін атқан жоқпын. Керек болып тұр. Айтса қанша? Соны маған сен бере тұрсай, көлігің сосын аласың. Оға дейін жаяу жүре тұр, мен саған қайтарып берем, білесің ме? Осы уақытқа үшін жүрдің ғой жаяу, брат. Иә. Білесің ғой, мен уәдеде тұрам, қайтарам, иә. Аға, келістік. Рахмет саған, Ақжол. Тек мамашық білмей қойсын. Мамашық емес, анашым. Сосын өткенде қылығым үшін кешірім сұраймын. Сен айтады екенсің. Қош. Рахмет.
Мен саған өткендегі айтқан ұсынысым әлі күшінде. Мен компанияма жұмысқа кел, өкінбейсің. Иә, мәке, айттым ғой, шамалы ойланайын. Сен бала тым көп ойланады екенсің. Менің компанияма жұмысқа кіре алмай жүргендер қаншама. Ал мен саған өзім айтып отырмын. Осы ұсынысты пайдаланып қалсаң болады. Сенің талантыңмен үлкен компанияларда жұмыс істеу керек. Бойыңдағы талантың болғаннан кейін айтып отырмын. Рахмет, негізі мәке, бір дестен келісім бере салуға шамал. Ыңғайсызданып бергенде ғой менде. Ой, бағамды көтеріп, пәлсініп отырмын десейші. Жоқ енді, мәке. Жарайды. Мұндайға хақың бар негізі. Сенде білікті мамандар қай жерде де сұранысқа ие. Сондықтан да менің жолым болды десе де болады. Ал бүгінгі жасап алып келген бизнес жоспарыңның ақысын бухгалтериядан барып алсаң болады. Рахмет, мәке. Онда мен бара берейін. Ертеңнен бастап жұмысқа шығуға дайындалайын. О, солай болсын. Қызым солай де. Айтқандай Дәурен неге келмеді? Сағынып кетті қой балам. Жұмыста ғой анашым. Азында ерте кетеді, кешке таман кеш келеді. Тамағын ішер ішпестен ұйықтап қалады ғой. Аман болсын шәйтер. Тату-тату өмір сүрсеңдер бопты да. Айтқандай анашым, Ақжолға үйлену туралы айттыңыз ба? Қашан алып келем деді сізге келінді? Құдай қаласа әкелер қызым. Жұмыстарын жолға қоям деп зыр жүгіріп жүр. Дәуренде жәрдем берсе болар еді. Қолғанат болса болар еді. Ойымдамаңызшы анашым, бәрі жақсы болады. Жүр ғой жанында. Қолғанат болып, көмектесуден қашпайды ғой ол анашым. Әкеңіз мен сізге өз қолымен шай құйып берейін. Алло. Алло. Қайда жүрсің сен? Мен емханаға кеткен едім. Қазір барам. Сен емханаға біреу байлап қойдың ба не? Мынаяқта байың ашып отыр ғой сені. Не істеп жүрсің сен, байым ате? Жарайды, қазір барам. Сәл шыдай тұршы. Таксимен жетемін қазір. Бетімен кетті бұл қатын. Келсін кәз. Аузым бір-ақ айрам. Анашым, мен үйге қайтайын. Дәуренде жұмыстан келетін уақытысы болып қалыпты. Үйге барып шай тамағын дайындауым керекпін. Жаным анашым, ренжімеңізші я. Жоқ, неге ренжим? Бар. Жақсы анашым, Ақжолға мен атынан сәлем айтыңыз. Менің атынан бетіне сүйіп қойыңыздар, шо? Жарайды, айтам қызым. Жақсы анашым, ауырмаңыз. Сенің ақшаң бар ма жоқ? Бар анашым, бар. Қайда жүрсің сен? Емханаға барып, содан соң үйге кіріп, анам жағдайын біліп қайттым.
Не болып қапты анаңа? Өлейін деп жатыр ма екен шешең? Или сағынып қалдың ба? Мынау не үшін телефон? Не үшін телефон? Дәурен, айына жылына бір-ақ рет барам ғой. Маған есе 10 жылда бір бармайсың ба? Неге байыңнан рұқсат сұрамайсың сен? А? Сен сұранғанмен бәрібір жібермейсің ғой. Ешек! Неяқта байың аштан өлейін деп отыр? Сен болсаң осында төркінін жағалап жүре бермексің ба? А? Мен саған сұрақ қойып жатырмын. Қазір тамағыңды дайындап әкел. Тоқта! Сен не мен сөзім елемейтін боласың ба не? Или жауап бергің келмей отыр ма? А? Мен саған айтып жатырмын. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірілді. Немесе байланыс аясынан тыс жерде. Қарындасың? Аға? Қалайсың? Жақсы. Мен барғанша келіпсіне кетіп қапсың күтпей. Үйде кішкене жұмыстар болып, асығыс болып. Кіріңіз үйге. Қоя тұршы. Қайда анама? Ақжол, Дәурен үйде жоқ. Қайда енді ол? Білмеймін. Жұмыстармен шығып кеткен. Не мұна тұрың? Сен көшеде жатқан біреу ме едің? Әбден есіріп бітті ол Дәурен деген сай. Ақжол, өтінем, араласпашы. Ерлі-зайыптылардың арасына есі кеткен түседі дейді. Өтінем, қоя салшы. Біз бүгін ұрысқанымызбен ертең қайта татуласып оламыз ғой. Тек сен екеулерінің араларың жаман болып қалуы мүмкін. Оның жақсы болып жүрген шамал. Немеге соған жабысып қалдың? Жоқ әлде сен ғана ма ажырасатқан әлемде? Өзіңнің қадіріңді білмейтін адамның алдында өмір сүрудің қажет жоқ. Дәл сондай байды лайдан жасап берем саған. Ақжол, бұл күндерде өтер. Оның жүрегінде бір мұң бар. Сол мұңды жеңе алмай жүрген сияқты. Уақыт өте келе барлығы да жақсы болады. Мен оған сенем. Өтінем аға, біздің арамызға түспей-ақ қойыңызшы. Босқа араларындағы сыйластықты бұзбай-ақ қойыңдаршы.
Анажым, мен қазір бір жерге барып келейін. Қайда барасың, балам? Келем ол қазір. Ақжол, бір нәрсеге ұрынып қалмашы. Уайымдамаңыз. Алло, Дәурен қайдасың? Жолу керек. Тұр сол жерде, қазір барам. Қазақстан Республикасының азаматы Исабаев Ақжол Әлімханұлы 1987 жылы туылған. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 101 бабы 1 тармағымен айыпты деп танылып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылсын. Жазасы жалпы режимдегі колонияда өткізілсін.